достар, қалдарыңыз қалай? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Instagram жайында сөйлескім келіп отыр. Қазіргі уақыттағы өзекті тақырыптардың бірі десем бола ма, болмай ма? Дәлірек айтқанда, Инстаграмда қалай дамытуға болады және де Инстаграмда қалай табыс табуға болады. Әрине, мен бүгін бұл тақырыптың барлығын толық қамти алмаспын бір видеомен, бірақ егер де сіздерге қызықты болатын болса, ары қарай жалғастыратын боламын түсіріп. Бүгін тек Инстаграмды дамыту жайында айтатын боламын. Ары қарай қызықты болатын болса, сіздерден комментарий күтем, активность күтем. Мен осы 2021 жылды осы курс, марафон деген дүниелермен бастадым. Түрлі курстарға, түрлі марафондарға қатысып дегендей. Себебі білмеймін, әйтеуір аяқ астынан барлық блогерлар марафон өткізіп, курс өткізіп, аудио кітаптарын сатып кетті ғой. Содан кейін мен де көрейін деп шештім, не нәрсе екен, не дүние екен деген сияқты. Құнды білім бар деп айта алмаймын, бірақ өзіңізге керектіні түртіп алуға болады. Инстаграм страница біздің барлығымызда бар деп ойлаймын. Себебі қазіргі Инстаграм жоқ, адам меніңше жоқ. Бұл ауылдағы үлкен кісілер болмаса, негізінде жастардың барлығында Инстаграм страницасы бар. Ол қалай жүргізеді, енді ол басқа мәселе. Ал негізінде жазылған, тіркелген. Сіз Инстаграм страницасын егер де дамытып блогер болғыңыз келсе, бірінші орында сізде Инстаграмыңыздың товарный виді болу керек. Ол үшін сізге не істеу керек? Бірінші, сіз өзіңіздің никнейміңізға мән беріңіз. Мен қайта-қайта бірінші деп жатырмын, жарайды, бірінші. Сіздің өзіңіздің никнейміңізға мән беріңіз. Ол жерде сандар, не болмаса түсініксіз бір иероглифтар, түсініксіз бір сөз жазылып тұрмауы керек. Себебі, мысалға сіз интересныйға шықтық дейік. Сіздің бір фотоңыз, видеоңыз жақсы просмотр жинап, интересныйға шықты, сізді адамдар көрді, бірақ тіркелгендер де болды, тіркелмегендер де болды. Артынан біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы тіркелмеген адамның есіне сіз түсесіз. Осы бір өткенде мен бір видео көріп едім, соны қайталап түсірсем екен, не болмаса бір фото көріп едім, не постында бір жақсы бір нәрсе жазылып тұр еді, осы ақпарат қалай еді деп сізді іздейтін болса, Инстаграмда сізді таба алмайды, егер никнейміңіз түсініксіз болса. Не болмаса атыңыз бен фамилияңыз жазылып тұратын болса, адам оқуы мүмкін. Себебі ат пен фамилия жазылып тұрған кезде, аты жөні жазылып тұрған кезде адамдар оқиды. Мен мысалы сандар жазылып тұрса, мән бермеуім мүмкін аккаунтқа. Ал егер аты жөні жазылып тұратын болса, оқимын. Себебі мысалға әсіресе точка ортасында пробел болмайтын болса, адамдар оқиды. Ол жерде не жазылып тұр дегенде ағылшынша. Бірден ол автоматты түрде жасалатын дүние. Менің өзімде солай болады, сіздерде енді білмеймін. Солай, содан кейін жаңағы сандар, бірдеңкелер жазылып тұрса, ол адамның есінде сіз қалмайсыз. Егер атыңыз бен фамилияңыз толық жазылып тұратын болса, енді есте сақтауға оңай болып тұратын болса, сізді бірден есіне түсіре алады. Ал егер де ондай болмайтын болса, мүмкін сіздің фамилияңызды сақтамауы да мүмкін. Атыңыз, мысалы, Айнура, Жазира Ахметова, Жазира жаңағындай Сүлейменова деп тұратын болса, адам сіздің фамилияңызды есіне түсірмеуі мүмкін, бірақ атыңызды есінде сақтап қалу мүмкін. Мүмкін. Сондықтан никнейміңізға мән беріңіз. Одан кейінгі адамды өзіңіздің страницаңызға қайтып алып келудің тағы бір жолы бұл сіздің аватаркаңыз. Мысалы, сіздің аватаркаңыз серый, алыстан түсірілген, бір түсініксіз, теріс қарап тұрған, аспанға қарап тұрған, не болмаса біз қыздар түсеміз, осылай төмен қарап тұрған сондай суреттер болатын болса, ол адамның есінде қалмауы мүмкін, себебі ол яркий болмаса, фото сіз есінде қалмайсыз. Мысалға, аватарканың қандай рөлі бар? Тағы да жаңағы мысалмен айтайын, сізді адам есінде бір атыңызды сақтап қалды, Жазира, Айнура жаңағы. Сол кезде адам сол атпен іздейді. Бірнеше, сіз ғана емес қой Жазира, сіз ғана емес Айнура, бірнеше адам шығар. Ал сіздің аватаркаңыз яркий, бір есте сақтайтындай болатын болса, ол адам сізді аватаркаңызды көріп ақ сол жерден тауып алады. Сол себепті аватарканың да атқаратын рөлі зор. Аватаркаңызда сіздің түр келбетіңіз, фейс дейді ғой, сол көрініп тұру керек.
яркий, ашық түсті болу керек. Темный, черно-белый фото жарамайды. Енді ол прям качественный бір ерекше стильно түсірілген болмаса, негізінде көбінде жарамайды. Одан кейін алыстан түсірілген фото болмау керек. Сіздің жаңағы қарап отырған түріңіз көрініп тұру керек. Оған қоса енді яркий, кішкене необычныйлар болса, енді ол басқа әңгіме. Енді ол сіздің өзіңіздің жеке талғамыңызға, жеке өзіңіздің ойыңызға, жеке стиліңізге байланысты. Бір мультяшный, яркий, чересчур сондай фото қойып та керек емес аватаркаге. Адам сіздің никнейміңізді есіне түсірді, аватаркаңызды таныды, сізге кірді. Сізге кіргеннен кейін сізді страницаңыз ол адамды өзіне жаздыру керек, өзіне алып қалу керек. Ол үшін сізде тағы не болу керек? Сіздің шапкаңыз. Шапка дегеніміз бұл сіз туралы информация жазылып тұратын жер, ақпарат тұрады сіз туралы. Сіз кімсіз, кім болып жұмыс істейсіз, сіздің инстаграмыңыз нені насихаттайды, неге арналған, нишаңыз қандай деген сияқты. Ниша. Қазіргі блогерлардың бүкіл марафонында, бүкіл жаңа курстарында сіз міндетті түрде ниша таңдау керексіз деп айтады. Міне, ниша таңдау. Инстаграмға байланысты емес, сіз мүмкін мұғалімсіз. Мұғалім, педагог деп жазып қойсаңыз болады. Қазақ тілі мұғалімі, не болмаса орыс тілі мұғалімі, ағылшын тілінің курсын үйретемін, ағылшын тілі курстарын өткіземін, не болмаса ағылшын тілін WhatsApp арқылы онлайн түрде үйретемін деген сияқты сіз туралы мағлұмат сол жерде жазылып тұру керек. Сіз кімсіз? Мысалға, менде YouTube блогер және каналға ссылка тұр. Мен енді себебі Инстаграмда керемет бір дүние үйретіп, керемет бір нәрсе беріп жатқан жоқпын әзірге. Сол себепті менде тек қана YouTube деп жазылып тұр, болды. Сізде де тура, сіз кірген кезде адам білу керек. Мысалы, маған кіргенде біледі, значит, бұл кісі YouTube жүргізеді, YouTube блогер. Қызықты болатын, ары қарай менің фотоларымды көреді, ол жерден YouTubeқа байланысты ақпарат, қызықты бір видеолар көретін болса, мынаны толығырақ көру керек екен дейді, профильден ссылкаға өтіп YouTube каналыма келеді. Міне, сол сияқты. Ал сіздің каналыңызда, сіздің страницаңызда да тура сондай нәрсе болу керек. Мысалға, сіз ағылшын тілін үйрететін болсаңыз, сіздің жаңағы аккаунтыңызда тұрған фотоларға қарайды, актуальныйыңызға қарайды да, адамға қызықты болатын болса, сіздің айтып жатқан дүниеңіз ол кісіге түсінікті болатын болса, ол сізге жазылады. Ары қарай сіздің страницаңызда активный подписчик болады. Сол себепті шапкаға да мән беріңіз. Одан кейінгі актуальный, жаңа айттым ғой, актуальный бұл сіздің жаңағы салған стористарыңызды мына жерге актуальный қылдырып сақтап қоюыңыз. Бұл да өте маңызды. Себебі сіздің жаңағы сторисіңізда керекті мағлұмат дәл сол уақытта, дәл сол моментте тұрмауы мүмкін. Сол себепті адам актуальныйға кіреді, актуальныйдан өзіне керекті дүниені, өзіне керекті ақпаратты алады. Сіздің жаңағы шапкаңызды қарайды, актуальныйыңызды қарайды, одан кейін барып қана адам автоматты түрде сіздің уже фотоларыңызды қарай бастайды. Одан кейінгі тағы бір мәселе, сізде визуально сіздің страницаңыз әдемі болу керек. Басында айтып кеттім ғой, товарный вид болу керек. Ол үшін сіздің актуальныйыңыз сақталу керек. Актуальныйыңыздың және де әр бір актуальныйдың өзінің аватаркасы болу керек отдельно. Мысалға, бір түсті, бірдей, эстетично, жаңағындай бір алабажақ нәрсе емес, әдемі бір дүние салынып тұру керек актуальныйды аватаркаге. Одан кейін барып постқа түскен кезде, сіздің посттарыңызды қараған кезде, ол жерде де бір-бірімен байланысты фотолар бір-біріне жаңағындай қатты болмаса да бір ұқсастық, бір фильтрмен әрленген, бір фильтрмен өңделген, не болмаса видеолар болатын болса, әдемі видеоны да біз главный неге қойып қоюға болады, бір отрывогын алып, главныйға сіз таңдай аласыз, сол сияқты қойып қоюыңыз керек. Ал егер сіздің ол жерде түсініксіз, біреуі черно-белый, біреуі қатты чересчур эффект салынған фото болатын болса, адамға қызық болмайды. Қазір қатты эффект салып, қатты бір өзгеріс жасасаңыз фотоларға, бұл адамды өзіне тартпайды.
Міне достар, осымен енді мен айтып кеттім, сіздерге керекті осы инстаграмды сіз дамыту үшін ең бірінші осы дүниелерді кезекпен кезек жасауыңыз керек. Ал егер сізде бұл дүниелер болмайтын болса, жаңа упаковка инстаграма дейді ғой, упаковка жасалмайтын болса инстаграм страницаңызға, онда сіз ары қарай дамуыңыз қиынырақ болады. Сол себепті адам кірген кезде сіздің инстаграмыңызда не алады, қандай дүние алады, қандай ақпарат алады, оны адам білу керек. Сол сізде инстаграмда соны сіз көрсетіп тұруыңыз керек. Инстаграмға байланысты тағы қандай дүниелер күтесіздер, соны да комментарийға жазып кетіңіздер. Енді менің өзімнің жеке алға қойған осы бір апталық жоспарымда сол гифке байланысты видео шығарсам деп ойлаймын. Себебі гифке қатысу бір блогердан көрдім, болмайды, сіздің инстаграм страницаңызды самый дносына түсіріп тастайды, бұл керек емес дүние деп айтып жатқанын естідім, көрдім. Бірақ бұл жерде де аз да болса қате пікірлер бар деп санаймын. Себебі гифке дұрыс қатыссаңыз, гифке дұрыс ақшаңызды дұрыс бағытқа жұмсасаңыз, жаңағы жай ғана 15-20 мыңның гифін сатып алмай, оның да өзінің жолдары, оның да өзінің сырлары бар дегендей, сол туралы бір видео түсіру алда ойымда бар. Ол сіздерге қызықты ма, оны да комментарийға жаза кетсеңіздер. Одан кейін SMM-шіктардың жаңағы жалпы жұмыстары туралы обзор жасасам деген ой бар негізінде алда. Сонымен достар, енді жұрттан қалмай инстаграмдарыңызды әдемілеп, өңдеп, дамытыңыздар. Себебі қазір инстаграм арқылы табыс тауып жатқан адамдар өте көп. Өздерінің армандарына жетіп жатқан адамдар өте көп. Енді қарап отырсаң, қызығасың, бір жылда квартира, машина алыпты дегендерді естіп. Сізде ол адамдардан қай жеріңіз кем деген сияқты ғой. Сол себепті енді тегін дүниені пайдаланып, ары қарай өздеріңізді инстаграмдарыңызды әдемілеп дамытыңыздар. Сәттілік!